Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Сіздермен бірге Азамат, және бүгін біз Шавкат Рахмонов жайлы сөз қозғайтын боламыз. Қазақстанның ең үздік жауынгері жекпе-жек өткізуге тағы да бір шақырту алды. Макгрегордың ісін жалғастырушы жеңіліп көрмеген ирландиялық Иэн Мачадо-Керри Шавкатты жеңемін деп сөйлеген. Тіпті Шавкатқа алғашқы жеңіліс сыйлап, өзінің тым жоғары сатыдағы жауынгер екенін айтқан болатын. Сондықтан бүгінгі видеода біз Шавкат Рахмонов Иэн Мачадо-Керри жекпе-жегі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ирландиялық жауынгердің мансабына тоқталып, Шавкат үшін қаншалықты ауыр қарсылас деген сұраққа жауап беремін. Кеттік. Достар, бұл видео басталмас бұрын айтатын біраз сөзім бар. Сіздердің арқаларыңызда біздің арнамыз күннен-күнге дамып, көрермендер саны көтеріліп келе жатыр. Осы үшін сіздерге көп рахмет. Мына видеоға да қолдауларыңызды көрсетіп, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, пікір жазыңыздар. Және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Және де біз көріп тұрғанымыздай студиямызды алмастырған болатынбыз. Қалай ойлайсыздар, бұрынғысы жақсы ма, немесе де қазіргі жаңарған студиямыз керемет болып көріне ме? Пікір жазыңыздар. Сонымен, жаңа айтқанымда Иэн Мачадо-Керри Шавкатқа шақырту тастады. Бұл шақыртуды UFC 303 турнирінің қарсаңында айтқан еді. Сол турнирде ирландиялық жауынгер Майкл Венем Пейджбен кездескен. Жекпе-жек алдындағы сұхбатында жартылай орта салмақ дивизионы жайлы сөз қозғап, Шавкат Рахмоновты мақтап, Леон Эдвардспен кездессе, намат қиналмай жегеді деген болатын. Кейін Шавкатпен кездесіп, чемпиондық белбеуімен рекордтағы нолигін алатын алғашқы жауынгер болам деген. Мынауың ше? Өзіне қатты сенімді біреу ғой, короче. Ничего, көрейік ал. Майкл Пейджге қарсы болатын жекпе-жек жайлы да айтып, нокаутпен жеңіске жетуіне сенімді болған. Алайда, бұл айқаста біз соққы алмасып, қанды шайқастың орнына Керридің қисық күресімен жеңіске жеткенін көрдік. Солай, жекпе-жектен кейін болған сұхбатта Шавкатты келесі қарсыласы ретінде көргісі келетінін үндеді. Бұндай шақыртуға Шавкат өзінің мәнерінде жауап берді. Жаттығу кезінде не болғанын ұмытып қалған шығарсың. Болашақта соны есіңе түсіремін деген еді. Айтып кететін жайт, өткен жылы спаррингтердің бірінде Шавкат Керриді ауыр нокаутқа түсірді деген сыбыстар жүрген. Ал біраз күн бұрын Шавкатпен бірнеше рет американдық Килл-Клифф залында дайындалып, Нил Магнейге қарсы жекпе-жекте секундант болған Айдар Асадолла атты күрес шебері бұл сыбыстарды растаған болатын. Тіпті Шавкаттың Керриді сындырғанын өз көзіммен көрдім деген еді. Егер де Шавкат жылдың соңында жекпе-жек өткізгісі келетінін еске алсақ, екі жауынгер арасындағы айқасты Абу-Дабидегі турнирде көрсек керемет болар еді. Ал Иэн Мачадо-Керри деген кім? Қазір айтып беремін. 26 жастағы ирландиялық жауынгер UFC-дің ең басты проспекттерінің бірі. Аралас жекпе-жектегі рекорды 15-0. Ал UFC-де қатардан 8 жеңіс сериясының арқасында жартылай орта салмақ дәрежесінің 7-ші тармағын алып отыр. Иэн британдық Cage Warriors лигасының бұрынғы чемпионы. Оны екінші Конор Макгрегор деп атайды. Себебі Иэн Конорға ұқсас мәнерде төбелесіп, қарсыластарын ұйықтатып келеді. Иэн Мачадо-Керри Ирландия елінің Дублин қаласының қасында орналасқан Порт Марнок ауылында дүниеге келген. Бірақ уақыт өте келе Дублинге көшіп кетті. Жауынгердің әкесі көп ауырғасын баласының тәрбиесіне анасы жауап берді. 4 жасында Иэн алғаш рет спортпен айналысып, Ирландияның ұлттық спорты гаэльдік футболмен айналысқан. Ал 10 жасында бокспен танысып, бұл спортқа толықтай беріле бастаған. Жергілікті жарыстарға қатысып, Бен Данн атты әлем чемпионы секілді кәсіпқой боксшы болуды армандаған. Бірақ алғаш рет Конор Макгрегордың жекпе-жектерін көріп, толығымен ММА жауынгері болуды мақсат қойған. Осы оймен анасымен бөліскен еді. Алайда баласының арманына көліп, екінші Конор Макгрегор болу топастық деген. Бұған қарамастан Иэн алдымен дзюдоға қатысып, қара белбеуге дейін жетті. Кейін оқуын тастап, толығымен аралас жекпе-жек өнеріне ауысты. Ал күнкөріс үшін көкесінің компаниясында терезе жуғыш болып жұмыс істеген. 20 жасында өз қойлар арасында төбелесіп, өзін жақсы жауынгер ретінде көрсете бастады. 2019 жылдың басында алғаш рет кәсіпқойлар арасында төбелесті. Бапкері Британия елінің ең үздік промоушны Cage Warriors'да қысқаша ескертумен жекпе-жек өткізуді ұсынған. Бұндай мүмкіндік зая кетпесін деп келісіп, Джеймс Шиханмен кездесті. Керри жекпе-жек басында дәл соққымен қарсыласын нокдаунға түсірген. Ал екінші раундта соққы алмасып, жоғары темпте төбелескен еді. Бірақ соңғы раундта бауырдан ауыр соққы өткізіп алды. Бұған қарамастан бар күшін күреске салып, төрешілердің шешімімен кәсіпқой мансабындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Өзінің екінші жекпе-жегінде тәжірибелі итальяндық джитсер Матео Келлемен кездесті. Айқастың басында Керри қарсыласының аяқтарын көздеп, күресінен қорғана бастады. Ал екінші раундтың ортасында дәл соққымен уақытынан бұрын жеңістерінің бастамасын салды. Дәл сондай жеңістерінің бірінде Лоуренс Трейси тұтқасын өмірін толығымен өзгерткен қызбен танысты. Британияда танымал журналист әрі тілші Лейла Аннали сол турнирде жұмыс жасап, жас жауынгерді байқаған. Кейін жақын танысып, қарым-қатынасқа түскен.
Қатарынан 4 уақытынан бұрын жеңістердің арқасында Иэн Гэри Cage Warriors лигасының чемпиондығы үшін жекпе-жек өткізуге мүмкіндік алды. Оған қарсы Джек Грант шыққан. Британдық промоушндердің ардагері 17-де 6 рекордына ие болып, мықты гильотиналар мен ауыр соққыларға ие болған. Бірақ бұлмен қиыншылықтары біткен жоқ. Жекпе-жек алдында Иэн тізесін жарақаттап, өзіне енді оралып жатқан. Бұған қоса, оны командасы тастап кеткен. Жауынгердің айтуы бойынша, жекпе-жекке 10 күн қалған кезде Team Kiev Dublin бапкерлері Иэн Гэриді залдан қуып жіберген. Жақында түскен ақпараттарға сүйенсек, бұған себеп жауынгердің тәрбиесіздігі. Ол бапкерлерін тыңдамай, дайындығына дұрыс қарамаған. Спарринг партнерлерін сыйламай, әр кезде боқтап балағаттап жүрген. Сыбыстарға сүйенсек, бұған тағы да бір себеп жауынгердің қызы әрі менеджері Лейла Аннали. Қиыншылықтарға қарамастан Гэри жекпе-жекке шығып, қарсыласын нокаутқа түсіруді көздеген. Алайда екі жауынгер 5 раунд бойы қанды шайқас өткізген еді. Жекпе-жек басында бір-бірімен соққы алмасып, әр кезде сабмишнді көздеп жүрген. Ал айқастың ортасында шайқас жекпе-жекке көшкен еді. Солай төрешілердің шешімімен Иэн Гэри Cage Warriors лигасының жаңа чемпионы атанды. Жекпе-жектен кейін Иэн Гэриге бірден UFC-мен келісімшарт ұсынылған. Жас ирландиялық жауынгерде екінші Конорды көріп, жаңа жұлдызды шығарғысы келген. Алайда командасыз ұзаққа шаба алмады. Сол кезде Иэн Гэриді әлемнің ең үздік залдарының бірі Sanford MMA шақырған еді. Бұл қазіргі Kill Cliff. Атышулы команданың атынан Рамбл Джонсон, Робби Лоулер және де Камар Усман секілді жауынгерлер өнер көрсеткен. Ал қазір Шавкат Рахмонов, Гилберт Бернс және де Майкл Ченджер сынды жауынгерлер жекпе-жек өткізеді. Әлемнің үздік лигасындағы алғашқы жекпе-жегін UFC 268 турнирінде өткізіп, ортасында Джордан Уильямс атты жауынгермен кездесті. Американдық UFC-ге үміткерлер сериясы арқылы кіргенімен Гэримен кездеспес бұрын 2 рет есе жіберді. Алайда жекпе-жектің басында Уильямс Гэриді қуалап жүріп ұрған еді. Бірақ ирландиялық жауынгер намысты қолдан бермей, бүкіл күшін бір соққыға салып, таза нокаутпен жеңіске жетті. Бұл нокаут Конордың Жозе Альдоға қарсы жекпе-жегін еске салды. 22 жылдың наурызында Иэн Лейламен үйленген еді. Ал бір ай өткен соң UFC 273 турнирінде Дэрен Уиксті жеңді. Бірақ бұл жерде жекпе-жектің өзі емес, оның алдында болған оқиға қызық. Қонақ үйде Иэн әйелімен бірге лифтке кіргенде Хамзат Шимаевты кездестірген. Сол кезде Иэннің әйелі шешен жауынгермен қақтығыс жасап, төбелесуін талап еткен. Алайда ирландиялық бұдан бас тартқасын, әйелінен біраз сөз естіп, ұзақ уақыт бойы бөлек ұйықтаған. Жекпе-жектерге қайта оралсақ, Иэн Гэри қатарынан 2 рет төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп, Шавкат Рахмоновпен бір турнирде өнер көрсетті. UFC 285 турнирінде Шавкат Джефф Нилмен кездескен еді. Ал ирландиялық жауынгер қанішер лақабатына ие қытайлық Сон Кинамен кездесті. Тәжірибелі жауынгер лигада 4-2 рекордына ие болып, біраз жауынгерді ұйықтатып келген. Бұл жекпе-жекте де осы сценарий қайталануға жақын болды. Себебі айқастың басында Кенан дәл соққымен Гэриді ауыр нокдаунға түсірді. Бірақ ирландиялық жауынгер өзіне қайта оралып, нокдаун үшін кек ала бастады. Бітімі жоқ соққылар барысында ирландиялық техникалық нокаутпен жеңіске жетіп, өзінің нолін қорғап қалды. Өзінің нолін дегеніміз, ол рекордтағы жеңіліс деп тұрады, жеңілістегі нольді қорғап, непобежденный, жеңіліп көрмеген жауынгер болып қалды деген сөз. Ал Шавкат Джефф Нилмен қанды шайқас өткізіп, балақай секілді қылғындыру әдісімен жеңіске жетті. Иэн қатарынан 4 жеңіс сериясына шыққан еді. Алайда жанкүйерлер оны мешкабой, яғни әлсіз қарсыластарды ұрасың деп менсінбеген. Сондықтан жаңарған Иэн Мачадо Гэри 7-де 2 рекордмен келе жатқан Дэниел Родригеспен кездесті. Қарсыласы жартылай орта салмақ рейтингінде 15-ші орынды алып, ауыр жекпе-жек беруді көздеген. Айқас басталысымен ирландиялық жауынгер қарсыласының ішінен теуіп, өзінің тұзағына тарта бастаған. Уақыты келгенде ауыр хайкикпен Родригесті нокдаунға түсірді. Ары қарай жоғарыдан біраз соққы тастап, жекпе-жекті аяқтады. Дәл осылай Иэн Мачадо Гэри UFC-дің жартылай орта салмағының топ 15 рейтингіне кірген болатын. Жауынгерлік шеберлігінің өскенін көрсетіп, өте қауіпті Джефф Нилмен жекпе-жек өткізуге мүмкіндік алды. Шавкаттан алған ауыр жеңілістен соң америкалық жауынгер нокаутпен қайта оралуды көздеген. Алайда жарақат алғасын оның орнына UFC ардагері Нил Мэгни шыққан еді. Жекпе-жек алдында Мэгни ирландиялықта баласының көтенінен ұрған әкесі секілді сабақ беремін деген. Иэн бұны өзіне алып, әкесіне таяқ жеген барлық балалар үшін жекпе-жекке шыққан еді.
Жекпе-жекте Йен Магниді 3 раунд бойы сабап, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Бірақ әр раунд сайын Магниді боқтап, балағаттап, әдепсіз нәрселерді көрсетті. Осы үшін жанкүйерлердің үлкен хейтімен кездескен. Гери болса Конордың копиясы болуды жалғастырды. Бірақ шыңға шыққан Конорды қайталаудың орнына соңғы жылдардағы көріп жүрген алқаш Конорды сала бастады. Кейін шыққан ақпараттарға сүйенсек, бұның барлығына себеп Йеннің әйелі Лейла Мачадо Гери. Дәл осы қатын танымал болу үшін күйеуін қарсыластармен өтірік қақтығыс жасауға мәжбүр еткен. Бұдан басқа Йен мен оның әйелі туралы біраз қызық ақпарат пайда болды. Ғаламторда Йен әйелінен басқа оның бұрынғы күйеуімен бір үйде тұрады деген сыбыстар пайда болған. Кейін шыққан ақпараттарға сүйенсек, бұл кісі шынымен де Лейланың бұрынғы күйеуі және де Йеннің диетологы болып жұмыс жасайды. Алайда олармен бірге тұрмайды. Тіпті Лейла кезінде қалай жас спортшыға күйеуге тиіп ақшасын алуға болады деген кітап жазған. Сондықтан хейтерлер армиясын тоқтату мүмкін емес еді. Бұған қоса әйелінің айтқанын тыңдап, әрдайым қақтығыстар жасап жүрген. Сол үшін оның Килл залынан кейін Леон Эдерсон командасынан қуып жіберген еді. Ғаламтордағы боулинг UFC 296 турнирінің қарсағында болған еді. Сол кезде Гери Висенте Люкемен кездесіп, пресс-конференцияға шығатын. Бірақ ол жерде Ластер-Эштокты жақсы көретін Колби Ковингтон мен Пэдди Пимблет болатын. Тіпті Колби сол пресс-конференциядағы алғашқы сөздері «Тағы кім Йеннің әйелін?» деген болатын. Сондықтан ирландиялық жауынгер бұл турнирде жекпе-жек өткізуден бас тартты. Дәл осы ивентте Шавкат Рахмонов Стивен Томпсонмен кездесіп, қылғындыру әдісімен жеңіске жеткен еді. Осыдан соң UFC матчмейкерлері Йен Гериді Джефф Нилге қарсы UFC 298 турниріне қойды. Тәкаппар ирландиялық пен ауыр соққыларға ие жауынгер арасындағы жекпе-жекте барлығы қанды шайқасты күткен еді. Алайда Гери қашып жүріп, төбелесу керек деген геймпланмен шығып, екінші номермен жұмыс жасады. Біреуі қуып, екіншісі қашып жүргесін жанкүйерлер ең қызықсыз айқасты бақылады. Солай төрешілердің бөлінген шешімімен Йен Мачадо Гери өзінің 7-ші жеңісіне қол жеткізді. Ең қызықсыз жекпе-жектен соң Гери Колби Ковингтонмен әлеуметтік желілерде ұрысып, нокаутқа түсіремін деп уәде берген. UFC бұл айқасты ұйымдастырғысы келгенмен Колби жекпе-жектен бас тартты. Бұған қарамастан Йен Мачадо Гери Шавкатты жекпе-жекке шақырып, Нью-Йорк қаласындағы турнирде кездесуді жоспарлаған. Алайда ирландиялық жауынгер Майкл Венем Пейджбен UFC 303 турнирінде кездесті. Екі жоғары сапалы соққы алмасуды жақсы көретіндердің жекпе-жегінде барлығы нағыз шоуды күткен. Бірақ ирландиялық жауынгер барлығын алдап, күресетін жауынгерге айналды. Солай 3 раунд бойы қисық күресіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Ал енді міне Шавкатты жекпе-жекке шақырып, алғашқы жеңіліс сыйлаймын деп қояды. Ал енді техникалық талдауға көшейік. Көріп тұрғанымызда екі жауынгер де бір-біріне ұқсас, және де ұзақ уақыт бойы бірге дайындалып, спаррингтер өткізген. Осы жерде Йеннің қарсыластарына қарай өзгеріп, ыңғайсыз жауынгер бола алатынын айтуым керек. Сонымен қатар, қандай да бір геймплан ойлап тауып, қарсы шыққан жауынгерлерді өзінің тұзағына ұстап, жеңіп кете алады. Бұны біз Джефф Нил мен Майкл Пейджге қарсы жекпе-жектерде көрдік. Америкалыққа қарсы болған кездесуде баспен төбелесіп, ауыр соққыларға ие мықты жауынгерді өз айласына түсіріп, қашып жүріп жеңіп кетті. Ал Майкл Пейдж мықты және тез соққыларға ие болатын. Сондықтан оған қарсы шыққанда толығымен күресіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Тіпті бірінші раундта қылғындыру әдісіне шығып, уақыттан бұрын жеңіске жақын болған. Иә, Геридің боксы жақсы, бірақ қаншалықты жоғары деңгейде екені түсініксіз. Соққы алмасуды жақсы көретін жауынгерлерге қарсы әлсіз екенін көрдік. Ал Шавкат секілді жоғары сапалы қарсыластармен кездеспеген еді. Тіпті өзінің сүйікті калв және лоу-киктері Шавкатқа өтпейді. Себебі Намат аяқпен жақсы жұмыс жасап, керемет футворкқа ие. Бұл туралы UFC аңызы Джордж Сен-Пьердің бапкері Фераз Захави айтқан еді. Күреске көшейік. Ирландиялықтың өзі айтқандай Шавкат күрес пен грэпплинг бойынша өте жоғары деңгейде. Дәл осы грэпплингке Шавкат үлкен көңіл аударады. Йен Мачадо Гери бразилдік шуты-бокс залына барып, Чарльз Оливейра мен Деймиан Майяның қасында дайындалғасын күресі мен грэпплингі жақсы дамыды деген еді. Тіпті осының арқасында Шавкатқа ауыр жекпе-жек беріп, жеңіп кетемін деп отыр. Бірақ Шавкатта күн сайын дамып, мықты күрес шеберлерімен дайындалады. Бұл әлем чемпионы Ризабек Айтмұхан және де Солтүстік Осетиядағы олимпиада чемпиондары. Сондықтан Шавкат күреспен де, соққы алмасудан да Гериден әлдеқайда мықты. Геридің жеңіске жетуіне тек бір ғана зат көмектесе алады. Жаңадан құрылған геймплан және де арнайы Шавкатқа қарсы тактика. Бірақ бұл жерде де Намат өзінің креативті әдістерімен қылғындыруға немесе де сабмишнге шығып кетуі мүмкін. Сондықтан менің ойымша Шавкат таң секілді ирландиялық өтірік хайпты басып өтіп, бытшысын шығарады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жекпе-жекте Шавкат қалай жеңіске жетеді? Немесе де ирландиялық жауынгер Шавкатты жеңіп кете ала ма? Өз ойларыңызды комментарийге
комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар осы видеоға лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.